Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге құрғақ жемістерден жасалатын дәмі тіл үйіретін осындай әдемі пирог дайындайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге әдемі болып шығатын, яғни песочный болып шығатын, жұмсақ болатын қамырды илеуді көрсететін боламын. Ең алдымен 350-400 грамм шамасында ұнды осылай електен өткізіп аламыз. Сонан соң 200 грамм құм шекерді осы ұнымыздың үстіне қосамыз. Және де екеуінің үстіне шамамен бір шай қасықпен разрыхитель қосып, жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттеріміз бір-біріне жақсы сіңу керек. Негізі разрыхительді естеріңізде болсын. Көбіне құрғақ ингредиенттердің үстіне қосқандарыңыз дұрыс. Ал енді бөлме температурасындағы осындай сары майды осы құрғақ ингредиенттерімізге қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап, мыжғылап, оны әдемі етіп қамырмен араластырып аламыз. Негізінен бөлме температурасында болған дұрыс. Қазір қамырымыз илегенде жұмсақ әдемі болады. Оны ерітіп, немесе қатаң күйінде істейтін болсаңыздар, кішкене қамырыңыз басқашалау болады. Ал енді егер осы сары майымызды жақсылап ұнға аунатып болған болсақ, 2 жұмыртқаны осы құрғақ ингредиенттердің үстіне қосып, жақсылап жұмсақ болатын қамыр илейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қамыр майлы, әдемі, сап-сары болып иленіп жатыр. Бір-біріне әдемі бірігіп жатыр. Ал осымен дәл осы темпімізбен жақсылап қамырымызды илей береміз. Қолымыздың күшімен әдемілеп қамырымызды илейтін боламыз. Байқап отырғандарыңыздай, қамырымыз қатты емес, жұмсақ, әдемі болады. Піскен кезде де бұл қамырымыз әдемі песочный болып шығады. Міне дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайша етіп илеп, жақсылап бетін жауып, тоңазытқышқа тындырып қойып қоямыз. Ал осы тоңазытқыштағы қамырымызды жарты немесе 1 сағат қойып болсақ та болады. Одан кейін пергамент қағазы төселген осындай ыдысымызға жақсылап төсеп шығамыз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, өтініш сіздерден. Және мен сіздерге ары қарай түсіндіретін боламын. Осылай әдемілеп табамызға жабыстырып, қамырымызды жайып шығамыз. Көп адамдар астына төселінетін қағаз туралы сұрайды. Мен көбінесе поклан қағаздарын қолданамын. Себебі поклан қағаздарын қолданған кезде астын майлаудың қажеттілігі жоқ. Сондықтан менде сол қағазды сіздерге қолдануды ұсынамын. Ал енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырларымыздың шеттерін вилканың көмегімен жақсылап тегістеп шығып жатырмын. Тегістеп біркелкі болғанша осы вилканы қолданамыз. Және осы қолданып болғаннан соң қамырымызды бір шетке қойып, құрғақ жемістерімізді араластырып аламыз. Құрғақ жемістерді араластыру үшін бірінші ыдысымызға грек жаңғағын араластырып салдым. Себебі қазір грек жаңғағын қолданған әрбір жаңағы затымыз өте пайдалы, қан көбейтеді, майды дамытады. Осы құрғақ жемістер көбінесе денсаулыққа өте пайдалы болып келеді. Одан кейін мейіз және жер жаңғағы және өрік жаңғақтарын қолдандым. Менің жағдайымда үйдегі бар жаңғақтарды қолданып, араластырып, жаңағы жайып қойған қамырымыздың үстіне біркелкі етіп осылай салып шығамыз. Салып шыққаннан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап біртіндеп әдемелеп жайып шығамыз. Себебі бір жерде үйіліп тұрып қалмау керек. Өздігінен бұл жайылмайды. Ал енді осы құрғақ жемістеріміздің үстіне қойылтылған сүт
сүтті қолданамыз. Сгущенное молоко, түсінбей жатқандарға. Осы қойытылған сүтті қолданып, жаңағы вилканың көмегімен кішкене бармай қалған жерлеріне жеткізіп жібереміз. Себебі құрғақ жемістерден жаңағы біздің қойытылған сүтіміз кішкене жайылмай қалды. Сондықтан жақсылап осы вилканың көмегімен бармай қалған жерлеріне барып жайып жібереміз. Ал 180 градуста 30-40 минут уақытта біздің пирогымыз пісіп шықты. Пирогымызды суығаннан соң тападан босатуымыз керек, себебі бұл кішкене қатаю керек. Содан кейін жеуге дайын болады. Ал сіздерге менің рецептім ұнаған болатын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге керемет рецепттер түсіретін боламын. Күтіңіздер.